Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі күнге сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бақыт бірлікте. Сабағымызды тереңірек түсіну үшін Анатоль Франстың дәйек сөзімен танысайық. Экранға назар аударамыз. Адам табиғатқа тәуелді болса, табиғат та оған тәуелді. Оқушылар, дәйек сөзді түсіну үшін төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Дәйек сөзінің негізгі ойы неде? Адам мен табиғаттың үйлесімінің нәтижесі қандай болады? Адамның қоршаған ортамен байланысы қандай құндылықтардың көрінісі деп ойлайсыздар? Жаңа ақпарат. Табиғат тіршілік көзі. Оның әрбір әсері адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес еді. Жыл мезгілдерінің өзгеру де табиғатты одан әрі әсерлейді. Әр жыл мезгілі әрқилы. 4 жыл мезгілі бізге 4 түрлі ғажайып күйін сыйлайды. Таудан сарқырап аққан өзеннің айналасында жайылып жүрген жануарларды көрудің көзі керемет көрініс емес пе? Бау-бақшада өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. Көлдер қойнын ашса, қаңқылдап оған құстар қонады. Ол ырыс пен мол қазынаның қайнар көзі. Сондықтан халқымыз табиғат адамзаттың өмір нәрі, қажеттінің табылары содан бәрі деп бекер айтпаған. Адам мен табиғат егіз. Шынында табиғат үлкені. Тіпті ата-анан асыраушын есепте. Сондықтан табиғатты сүюге, аялауға міндеттіміз. Шын сүю үшін оның қадір, қасиетін, табиғатын жете ұғуы тиіспіз. Сонда ғана оған шын қамқоршы боламыз. Ақылды ұста аңыз әңгімесімен танысайық. Ертеде Талап пен Жанат деген ағалы інілі ағайындылар тату-тәтті көршілес өмір сүрген екен. Алайда бір күні ағасы Талап інісі Жанаттың өтінішін орындамай қалып, араларында салқындық пайда болады. Екіншіде інісі де ағасына қажетті көмекті көрсетпей, өткен жолғы ренішін еске салады. Осыдан кейін екеуі қатты ренжіседі. Сөйлесу түгілі амандаспайтын халге жетеді. Күндердің күнінде Талаптың есігін жұмыс іздеп жүрген ағаш ұстасы қағады. Оны жұмысқа алуға келісіп, анау тұрған шағын өзенді көрдің бе? Соның арғы бетінде інім тұрады. Сол жерге үлкен қақпа орната аласың ба? Ол өте биік болсын. Оның үйінде түрінде көргің келмейді дейді Талап. Ұста, иә, жасауға болады. Сонда неге ініңізді көргіңіз келмейді деп сұрады. Ағасы не себепті ұрысқандарында есіне түсіре алмады. Реніші тереңдеп кеткен екен. Аз ғана ойланған ұста, рұқсат етсең таңға дейін жұмыс істейін, ертең басқа шаруаларым бар деді. Қожайын келісім берді. Алайда түні бойы мазасызданып ұйықтай алмады. Оның үстіне сырттан ұста құралдарының тарс-тұрс дыбыстары естіле берді. Ақыры таң атып, қожайын сыртқа шығып, қақпаға тапсырыс берген тұсқа мойын бұрды. Қараса ешқандай қақпа жоқ. Керісінше өзеннің арғы бетіне өтетін көпір қойылыпты. Сорың құрсын, мынау не сұмдық? Мына ұстаны ма? Мен оған әлгілерді көзіме көрсетпейтін қақпа салуды тапсырдым ғой деп ашуға буылға бергенде таныс бейне ұшырасты. Кілт тоқтады. Анықтап қараса, көпірдің үстінде інісі Жанат тұр екен. Ол қолын бұлғап, қымбатты бауырым менің, жан бауырым, сені сондай сағындым. Сен менің ең жақынымсың ғой. Өзім бірінші қадам жасауға тәуекел ете алмай жүредім. Алайда сен соны жасадың. Әрине, өйткені сен үлкен әрі ақылсың ғой деп ағынан жарылды. Екі бауыр құшақтасып, көздеріне жас алып, мәз-мейрам болысты. Екеуі көк шалғынға отыра кетіп, өткен-кеткенді еске алып, қызықты сәттерін айтудан жалықпады. Осылайша кештің қалай батқанын білмей де қалды. Я, оқушылар, енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бейнефильмнен қандай ой түйдіңіздер? Талап пен Жанат арадағы болған жағдайдан қандай сабақ алды деп ойлайсыздар?
адам бойындағы қандай қасиеттер оның адамдық болмысын көрсетеді? Ұстаның әрекетін дұрыс деп ойлайсыздар ма? Шығармашылық жұмыс. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқып, табиғат пен адам арасындағы үйлесімділік туралы ой толғау жазыңыздар. Екінші тапсырма. Айналадағы табиғаттың сұлулығын қалай қабылдайтыныңызды көрсетіп, табиғат тақырыбында синквинг жазыңыз. Үшінші тапсырма. Ақын Жұпарқұл Асылованың құдіретті жер ана өлеңін оқып, ондағы айтылған ойды сыныптастарыңызбен 3Q әдісі бойынша талқылаңыздар. Өлеңде 3 қиын, 3 қызық және 3 құнды не екенін тауып, ойларыңызды дәйектеңіздер. Жоба жұмысы. Менің құрдастарым жобасының 3-ші кезеңін аяқтаймыз. Сіз не үшін өмір сүресіз? Қандай сәттерде шынымен өмір сүріп жатырмын деп ойлайсыз? Осы минуттар, сағаттар, күндер неден тұрады?